Заманында әз тәукелер, абылайлар осы қасиетті оңтүстікті Күлтөбе, Мәртөбе, небір төбелерде алқалы кеңес жиналып отырған. Сол кеңесті бүгін Жәнібек бауырларымыз бастаған азаматтар осы жерде жаңғыртып отыр екен. Ұзағынан сүйіндірсін, ұзағынан болсын. Шетелдің ақшасын алып қазаққа қарсы жұмыс істеп жатқандар қанша. Тыңдамаған сөз жетім, тіркелмеген канал жетім. Қазақылықты қолдап каналымызға тіркеле отырыңыз. Жаны қазақтар сүйіп көретін видеолардың қаралымы көп болсын. Лайк басып қолдай отырыңыз. Абайды сопы қылды, Абайды тәңіршіл қылды. Тіпті Абай деген адам өмірде болмаған, Абай деген жалған, ол Әлихан Бөкейханов деген мақала шықты. Ең ұят нәрсе. Сондай нәрсені жасап жатыр. Енді бұның барлығы кімге жасалып жатқан қастандық, кімге жасалып жатқан қиянат? Ол мұна ұлан-ғайыр далаға жасалып тұрған нәрсе. Ат төбеліндей ғана қазақ, ұлан-ғайыр дала тұр. Жана барлығымыз орнымыздан тұрып гимнді айтып тұрмыз. Гимнді айту, әнұранды айту бақыт. Ал жер бетінде қаншама ұлт пен ұлыс қаңғып, отансыз, әнұрансыз, әнұранын айта алмай, шалқып, жүре алмай жүрген елдер қаншама. Ал біз мынандай ұлан-ғайыр далада тұрмыз. Кімнің арқасы? Осы жолда қанын, жанын беріп кеткен, дініне, тіліне, жеріне қызмет етіп кеткен тұлғалардың арқасы. Біздің тарихымызда қайталанбас бір тұлғалар бар. Ол Алаш арыстары. Алаш арыстары тілге де, дінге де, жерге де, ұлтқа да қызмет етудің ерен үлгісін көрсетіп кеткен тұлғалар. Неге олар мықты? Олар атылатынды да, сотталатынды да, ұрпақсыз қалатынды да барлығын білді. Басқа жұрттардың басшылары мемлекеттерін, халқын тастап, сырт мемлекеттерге иммиграцияға жан таласып қашып жатқанда, Алаштың тұлғалары Ахмет, Әлихан, Міржақыптар бір-біріне хат жазып, біз ешқашан кетпейміз, не көрсек те қара халықпен бірге көреміз. Егер біз кететін болсақ, қара халықты қырып тастау, сындырып тастау оңайға соғады деді. Көрдіңіздер? Ол олардың таухидтері еді. Өйткені олардың қай-қайсысы болсын ең алғашқы білімдерін медреседен, мешіттен ашқан болатын. Бірінші дін ілімін таныған еді. Екінші дүние ілімін меңгерген тұлғалар болды. Құстың қос қанаты болатын болса, олар да қос қанат дін ғылымы мен дүние ғылымын қатар ұстап, мықты деңгейге көтеріле білді. Біз бүгін дінді білсек, дүниені білмейміз, дүниені білген дінді білмей, талтайып екі жақта құлап бір денемізді көтер алмай жүрміз. Абай айтады, адамның адамшылығы жақсы ұстаздан, ортадан, тәрбиеден дейді. Бізді бүгін оңтүстіктің қазағын, солтүстіктің, батыстың, шығыстың, орталықтың қазағын осы қасқасуға әкеп тұрған нәрсе береке, бірлік деген тақырыпта тұрмыз. Енді осы жерге жиналғанда біз алқалы топта жақсы сөзді айтуымыз керек. Қазаққа қызмет қылған, ұлт жолында, дін жолында шахид кеткен 25 мың қазақтың тұлғасын айтуымыз керек. Мұна ұлан-ғайыр даланы, сізбен біз басып тұрған даланы 25 мың қазақ атылып кеткенге дейін, сотталып кеткенге дейін, ұрпақсыз қалып кеткенге дейін қорғап қалды. Біз соның бүгін қызығын көріп тұрмыз. Өкінішке қарай біз патшалық жылдарына дейін қазақ хандығы құрылып тұрған заманда керемет мәрт болдық, биік болдық, рухымызда орнында еді. Өкінішке қарай патшалық билік бізді отарлаған сәтте дінімізден айырды, тілімізден айырды, жерімізден айыра бастады. Қара шекпенділерді әкеп, қазақтың мықты шұрайлы жерлерін әкеп қоныстандырып, алым салық төлеттіре бастады. Сондай кезде қазақ құл болып, басын көтере алмай келді. Ал сол кезде Құдай тағала қазаққа бір ат төбеліндей ғана шағын бір топта келді. Ол Алаш деген топ. Алаш деген топ Алламен көзін ашқан топ болды. Осы топ 15-ақ жыл, 1905-1920 жылы бүкіл нәрсені төңкеріп жіберіп Қазақстанды көтеріп кетті. Мықты тұлғалар болды. Сол Алаштың атылып кеткен әрбір азаматының рухы бүгін біздің бойымызда болу керек. Әрқайсымыз қазақты солар сияқты сүюге, дін исламға солар сияқты қызмет қылуға тырысуымыз керек. Мынау Ғұмар Қараш деген қазақтың тұңғыш мүфтиі болған қази. Сол Ғұмар Қараш айтады,
қазаққа қызмет қылу үшін бай болудың дейді, атақты болудың қажеті жоқ дейді. Қазаққа қызмет қылу үшін жүрегіңде Аллаға деген махаббат дейді, еліңе деген сүйіспеншілік болса болғаны дейді. Аллаху акбар. Бізде бүгін сол елге деген сүйіспеншілік жоғалып баратыр. Ал тілге деген сүйіспеншілік болмаған жерде жерге деген махаббат болмайды. Осыдан 7-8 жыл бұрын жерді сатайық, жерді арендаға берейік деген топ шықты. Тілін білмеген адам жер сатуға дайын тұрады. Өйткені тіл деген мәселенің артында дін тұр. Ал тілі жоқ адамның діні де болмайды, ділі де болмайды, оған жер де, отан да маңызды емес. Сондықтан тілді қорғауымыз керек. Тіл қорғаған жерде дін де, діл де қорғалады. Осыны ешқашан ұмытпайық. Бүгін біз қазақ тілінде сөйлеп, қазақ тілінде әнұранымызды айтып, қазақ тілінде мәселемізді көтеріп тұратын болсақ, соның барлығы біздің салқар бабалардың арқасы. Сол мықты тұлғалардың арқасы. Сол тұлғаларды бүгін бір еске алып, рухтарына фатиха деп қояйық. Ол тұлғалар қашанда осы жерде сізбен біз үшін күресіп кеткен тұлғалар болатын. Бір ғана мысал. 1920 жылы 26 тамызда 28 жастағы Алашорданың вице-премьер-министрі Әлімхан Ермеков, жанында Уалитхан Танашұлы сыртқы істер министрі бар, және осы Шымкенттің тумасы Мұстафа Көкебайұлы деген алаш қайраткері болған жер кадастр маман, үшеуі Лениннің қабылдауына кіріп, бүгінгі Қазақстанның территориясын қорғап қалған. Сол кезде Ленинмен 8,5 сағат дауласады. Бір уақытта Ленин жанында отырған Свердловқа Калининге айтады: егер біз кешкі тамақ ішпейтін болсақ, қазір Мәскеуден айырылып қаламыз дейді. Неге Мәскеуден айырылып қалам? Өйткені жиналысқа қатысып тұрған 3 қазақ, үшеуі де ірі, үшеуі де алды 9 тіл білет, қазақ тілін санамаған 9 тіл. Интернет жоқ заман, логистика дамымаған заман. 9 тіл білет. Неге? Өйткені Алла тағала олардың зейіндерін ашып қойған, уақыт мүмкіндіктерін беріп қойған. Ал сіз қазір ақ төсекте жатырсыз, ішкеніңіз алдыңызда, ішпегеніңіз артыңызда, не кием деген уайым қайғыңыз жоқ, барлығы бар, бірақ сіз сорлы, мүсәпір, қайыршы адамсыз, рухани мүгедек адамсыз. Өйткені өз уақытыңыздың құндылығын білмейсіз, өзіңізге Алла тағаланың беріп қойған нығметтерін түсінбейсіз. Нығметтің 2 түрі болады. Біріншісі асыл нығмет, екіншісі құндылық. Асыл Алла тағаланың берген 5 парызы. Екіншісі соған жалғасатын нығмет ол білім. Мынау Шәкәрім деген қажы өтті білесіздер. 73 жасында Шәкәрім қажын атып тастады. Сүйегін 30 жыл құдыққа тастап кетті. Кім-кім Шәкәрімді құдықтан алып шығатын болса, соның жазасы өлім деді. Ал сол Шәкәрім қажы 70 жасында ұлына хат жазып отыр. Менің дейді, білімге деген махаббатым ашылған сайын, менің жасым 25-тегі жігіттің деңгейіне түсті дейді. 70 жасында білімге деген махаббат ашылып отыр. Ойлап қараңыз. Ал мынау Сұлтан Махмұд Торайғырұлы деген Алаштың үлкен тұлғасы өткен. Биыл туғанына 130 жыл. Марқұм 27 жасында өлді де кетті. Құрт ауруынан, туберкулезден. Үйленген жоқ, бала көрген жоқ, қызық көрген жоқ. Құран қари, 14 баран толық білген. Үлкен деңгейге жеткен адам. Сол Сұлтан Махмұд Жүсіпбек Аймауытұлына хат жазып отыр. Білем дейді, ауруым асқынып бара жатыр дейді. Егер Алла тағалам дейді, маған 1 жылдық ғұмыр беретін болса дейді, мен дейді, араб тілін толық меңгергім келеді дейді, парсы тілін меңгергім келеді дейді. Сол білген нәрсемді артыма жазып кеткім келеді дейді. Сол қысқа 27 жылдық ғұмырында Сұлтан Махмұд 3 поэма, 2 роман, 127 өлең, 19 мақала жазып кетіпті. Қысқа ғана ғұмыр. Сол поэмасының бір қандай? Жасасын, алаш жасасын дейді. Сонда бір керемет сөз бар. Былай дейді: өлер жерден кеттік біз дейді. Енді алашты ешкімнің қорлығына бермейміз дейді. Шайтан бізді азғырса, алдауына сенбейміз дейді. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз дейді. Рух өзі ауырып жатыр, бірақ мемлекет құрылып жатқан кезде, анау төсегінде жатып аурумын демей, мемлекеттің туын көтеруге келіп тұр атқа мініп. Көрдіңіз бе? Сол Сұлтан Махмұд былай дейді:
Қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып, күн болам, қараңғылықтың көгіне күн болмағанда кім болам дейді. Ей, жігіттер тұрған, күн болыңдар, күн. Біздің қоғамда қазір шегіртке жұлдыздар көбейіп кетті. Жұлдыздың ешқандай пайдасы жоқ. Жалт-жұлт етіп тұрады, қолың созсаң қолың жетпейді, ала алмайсың. Жазды күнгі шілденің өзінде жұлдызды аспанға қарап тұрсаң, тоңасың, кәдімгі жаурап тұрасың. Абай былай дейді: күн жоқта кісімсіді жұлдызбен ай, ал таңертең күн шыққанда жұлдызбен ай көтің қысты дейді. Абайдан сөз артылған ба? Ал Сұлтан Махмұт күн боламыз дейді. Алаштың әрбір тұлғасы күн болуға тырысты. Сол Сұлтан Махмұтта мынандай бір сөз бар: мұздаған елдің жүрегін жылытуға мен кірермін дейді. Біздің қоғамда қазір жүрегі қатықпаған, жүрегі мейірімсіз, жүрегі қатал адамдар көбейіп кетті. Солардың жүрегін жылытуға, солардың жүрегін жаулап, адал дініміз, ақ дініміз, исламменен нұрландыруға әрқайсымыз мүдделі болуымыз керек, азаматтар. Абай айтады: құдайшылық жүректе дейді, жүрегің таза сақта дейді. Имансыздың сыртын қанша жусаң да іші оңбайды дейді, өйткені жүрегі тазаланбаған дейді. Мынау Мәшһүр Жүсіп деген ғұлама болған, білесіздер, Шәкәрімнің құрдасы. Абай Шәкәрімнің ағасы болғаннан кейін Мәшһүр Жүсіпті аса қатты бір санамаған ғой. Содан Абайдың ауылына Мәшһүр Жүсіп келді дегенде, Абай осындай 6 қанат киіз үйдің ішінде таспихын тартып отырса керек, бір уақытта шабарман келіп: Абай аға, Мәшһүр Жүсіп келді депті. Абай кесе келсін дегенде үндемей отырыпты. Бір уақытта Мәшһүр Жүсіп кіріп келіп: ассалаумағалейкум Абай аға деп төрге сәлем беріп тұрса, Абай таспихын тартқан бойда қолын көтеріп: тұр дейді. Табалдырықтан аттар-аттамас Мәшһүр Жүсіп тұрғанда Абай айтыпты: айтшы, сені жұрт мәшһүр дейді ғой дейді. Оның аты Жүсіп қой енді. Бірақ қазақ қоғамы танымал болып кеткеннен жұрт алдына мәшһүр деген атты қосып отыр. Сонда Абай айтыпты: мәшһүр болсаң айтшы, жақсылық қайда, жамандық қайда, Құдай қайда дейді. Сонда Мәшһүр Жүсіп ойланбастан табалдырықта тұрып: егер алған қатының жақсы болатын болса, үйіңде азаның шақырулы, қазаның оттан түспейді, ажарың кірді, базарың тарқамайды. Бұл жақсылық емей немене, жұмақ сол үйді, бұл жақсылық деп айтты дейді. Егер алған қатының нашар болатын болса, азаныңның дауысы сөнді, қазаның оттан түсті, базарың тарқады, ажарың қашты, ұрыс керіс болды. Бұл жамандық емей немене, тозақ деген осы емес пе дейді. Ал Құдай қайда дейсіз бе дейді. Құнанбайдың Абайының Құдайын қайдан білейін, Мәшһүр Жүсіптің Құдайы жүрегінде дейді. Аллаху акбар. Сонда Абай тұрып: ей айналайын, Мәшһүр екеусің, кел деп, екеуі төс қағыстырып 3 күн 3 түн әңгімелесті дейді. Міне сол Абай 1904 жылы қайтыс боларынан бір ай бұрын ең соңғы өлеңін жазады. Абайдың соңғы өлеңі: Алланың өзі де рас, сөзі де рас, рас сөз ешқашан жалған болмас деп кетті. Соның ішінде мұсылманның 5 парызын толық айтып кетті. Және көктен түскен 4 кітапты да толық айтып кетті. Және соның ішінде ең ақиқи кітап, ең сенімді кітап қайсысы екенін айтып кетті. Енді сондай Абайды тәңіршіл қыласыз ба? Сондай Абайды сопы қыласыз ба? Кім қыласыз? Буддист қыласыз ба? Айтыңызшы. Міне сол Абай Атес Сергей дегенмен айтысады. Мынау патшалық билік заманында қазақтарды шоқындыру кезінде Семейде 12 медресе болған, 12 үлкен мешіт болған. Сол бүкіл мешіттің қазіреттерін жинап алып, жаңағы Атес Сергей дінді былай аударып шоқындыру мәселесін көтеріп жатқан кезде Абай 6 күн айтысқан ғой. Абай 6 күн айтысқанда Абай жеңе алмады. Сөйтсе Абай Тәураттан да, Забурдан да, Инжилден да, Құраннан да мысал келтіре отырып, жаңағы Сергей Атес райынан қайтарып Ресейіне жіберген екен. Сонда Сергей Атес Петерборға барып патша қазамға хат жазған кезде Ибрахим Құнанбаев деген бар екен дейді. Оның білімі сұмдық дейді. Менің оған шамам жетпеді дейді. Ал Абайдың оқығаны Ахмет Риза медресесінің 3 жылдық білімі, және орыстың 3 айлық Приходская мектебін оқыған. Өзінің Семейінің айналасынан шығып көрмеген, тіпті анау Атбасарды білмейді, Астанаға да көрмеген, мынау Бұхара, Ташкентте көрмеген, Семейдің айналасынан шыққан, мына киіз үйдің ішінде отырған академик Абай деген. Көрдіңіз ба? Маңайын ұрық сеуіп біткен. Солардың шәкірті болған Ахмет не дейді? Адамдық диханшысы болып сыртқа шықтым дейді. Бұл жолда ұрығымды шашам дейді. Әрқайсымыз сол сияқты қазақ қоғамын ұрығымыз шашалсақ, адалдықты шашалсақ, білімділік көрсете алатын болсақ, қоғам алға жылжып кететін еді. Ол заманда да байлар болған. Бірақ маған бір байдың атын айтыңызшы, мынандай бай болды деп. Жермен жексен сіңіп кеткен жоқ.
байлығы қайда, өзі қайда. Ал Құнанбайдың аты ешқашан өшпейді. Неге? Құнанбай Меккеге кетіп баратқан кезде Қарқаралыдан мешіт медресе салып кетті. Ал оның салып кеткен медресе мешіті заманында мектеп қызметін атқарды. Меккеге барғанда тақия салды қонақ үй. Ал Құнанбайдың аты өшті ма? Ал заманда Құнанбай сияқты байлар пашкі-пашкі болған. Қайда сол байлар? Байлығы да өзі де жоқ. Ал Алаштың қайраткерлері сол байларға не деді? Бүгінгі қоғамда деді, мықты байлар бар деді. Малы төскейге сыймаған қисапсыз деді. Бүгінгі қоғамда небір білімді азаматтар бар деді. Бірақ деді, білімді азаматтарымыз ақшасы қаражат жоқтықтан алысқа ұзап бара алмай жүр деді. Ал байларымыз сараң болып дүниесін бөлмей отыр, садақасын бермеді, зекетін бөліспеді деді. Содан кейін біздің қазақ қайтып дамысын деді. Бай мен жаңағы кедейді бір жерге жабыстырсаң, Құдай-ау, жабыспайды деді. Сонда байдың төбесі тесік, кедейдің қалтасы тесік деді. Сөйтіп қазақ қоғамындағы білімділерді оятты. Соның бірі Маман деген атақты бай өткен Жетісуда Мамания деген медресе ашты. Сұмдық медресе, классикалық. Сол Маманбайды 1928 жылы соттайды, бүкіл дүние мүлкін конфискациялайды. Сол кезде бүкіл 1899 жыл медресе ашылған, келесі жыл 125 жыл. Сол медресесінің 1899-дан 1927 жылға дейінгі бүкіл кіріс шығыс ақшасын есептейді. Сонда 100% деп есептелген кезде 50% мұғалімдердің жаңағы айлығы, жатын орны, бала шағасының ақшасы болса, 30% белгісіз, 20% өзінің қалтасына түсіп отырған. Сонда айтады, 30% ақша қайда кетіп отырды дейді. Сонда Есенқұл қажы ойланбастан, ол менің серіктесімнің ақшасы еді дейді. Сен серіктесің кім? Мына жерде жазылмаған еді дейді. Мен сіңірден шыққан кедей едім дейді. Сіңірі шыққан дейді. Бірақ Алла жолында халқыма қызмет қылам деп нығмет етіп Алладан дұға тілек тілегенде Алла менің тілегімді қабыл алып, алдыма мал бітірді, жан бітірді, қажылыққа бардым. Сол қажылықта тұрғанда дұға тіледім, мектеп ашсам, білім ашсам деп дейді. Және сол Алланың жолында ашқан білімімді өзіне жұмсаймын деп шештім дейді. Яғни Алланың үлесі дегенім маған әр ай сайын қазақтың небір білімді азаматтары, небір мықты жайсаңдар келіп ұлт жолында тарлыққанын айтып, кітап шығарғысы келеді, кітап жазғысы келеді, қаражаттан қысылғанын айтып, мен соларға жұмсап отырдым дейді. Көрдіңіз бе? Алланың үлесі деген сол. Соның өзінде айтып отыр, оң қолымның бергенін сол қолым көрмеді дейді. Көрдіңіздер ме бабаларымыздың қандай мықты екенін? Өкінішке қарай 70 жыл құдайсыз қоғам орнады. Атеистік сананы алып келді. 1927 жыл қазақтың қамқоры болған, қорғаны болған бүкіл байларын конфискациялап атып тастады. 1928 жылы небір қазақтың діни тұлғалары, мұқтасиптар, қарилар, хазіреттердің бірін қалдырмай айдап соттап атып тастады. 1931-33 жылы ашаршылық жасады. 1937-38 жылы сүт қаймағында тұрған интеллигент 9 тілді білген алды. Мықты деген қазақтың бетке ұстар қаймақ тұлғаларының бірін қалдырмай атып қатын бала шағаларымен жоғалтып тастады. Сөйтіп бізді әбден рухымызды құлатып тастады. Енді аман сау қалғандарын екінші дүниелік соғыс қайдап жіберді. Одан кейінгі ұрпақ бүгеже қорқақ су жүрек болып қалды. Ол қоғамда дін ұстау тұрмақ. Алланың өзін айту қиын еді. Енді бұрынғылардың сөзіне қараңыз, бір Аллаға сыйынып келіп балалар оқыдық дейді Ыбырай. Ал Ыбырайдың шәкірті болған Ахмет не дейді? Бастасаңыз істі Аллалап, шамының оңынан жаңар шамыңыз дейді. Көрдіңіз бе? Әр іс Алланың нығметінде. Мынау түрмеде отырып еңбек қылған. Біз қазір керемет заманда отырып түк істей алмай отырмыз. Ахмет Байтұрсынұлы дейді. Біреу дейді, қызмет қылайын десем, отырған жерім жаман дейді. Біреу қызмет қылайын десем, қаражатым жоқ, жағдайым жаман деп айтады дейді. Біреу дейді, еңбек қылайын десем, көршім жаман, қызғанады деп айтады. Жігіттер, бұның бәрі далбаса, бос сөз. Мен түрмеде отырып кітап жаздым ғой. Абақтыдан өткен қасірет жоқ. Тар жерде Құдайыммен тарлықтырған жоқ дейді. Түрмеде отырып ораза ұстайды, түрмеде отырып құлшылық қылады, түрмеде отырып кітап жазады. Анау Міржақып Оян қазақ деген фильмді көрдіңіздер. Міржақыпты жалғыз кісілік одиночка дейді камераға қамап тастады, карцерге. Сол карцер деген 24 сантиметр болған ол кезде. Сол 24 сантиметрде бір жыл 8 ай отырады ғой. Сол 8 ай отырғанда жынданып кетеді, өйткені кіші дәретінде, үлкен дәретінде сол жерге сындырады. Сол жерде отырғанда Құран бүкіл білгенін айтып отырып аман есен шыққан ғой. Ақыл ес. Содан кейін 4 дәптерден тұратын кітап жазып шығады түрмеде отырып. Ойлап көріңіз. Міне,
Бабаларымыз қандай мықты болған, қанымыз қандай мықты болған. Қазір мен алаш дегенде әрқайсыларыңыздың бойыңызда бір рух келеді. Сол рухты қайтаруымыз керек. Ол рух дінмен басталған рух еді. Оның негізі алаш идеясының дінмен басталған. Сондықтан бүгінгі қоғамда кейбір арамызда жүрген, исламға кір келтіріп жүрген тентектеріміздің кесірінен асыл дінімізді былғап жатқан жайымыз бар. Асыл дінімізді былғамайық. Адаммен алыссақ та дінмен алыспайық. Бүгін қоғамда кінәлі болса мүфтият кінәлі болады. Дін кінәлі болып шығады. Бұл арабтың діні, қазақтың діні емес дейді. Сонда 10 ғасырдан бері келатқан бабаларымыз кімнің дінін ұстаныпты? Қандай жолда жүріп? Олардың бәрі ақымақ, біз ғана ақылды болып шықтық па? Соны да бір сәт ойланып қояйық. Сөзімнің соңында мына нәрсені айтқым келеді. Ұлтына, жұртына қызмет ету білімнен емес, мінезден. Біздің қоғамда не бір білімділер бар, бірақ иманы жоқ. Мінез деген иман жігіттер. Имандарыңыз мықты болсын. Алла тағала әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға амандық, жақсылық берсін. Жәнібектің мына бастамасын осы жерде тұрған намысты жігіттер, Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген азаматтар, өз өңірлеріңізді жалғастырыңыздар, жаңғыртыңыздар. Алаш заманында алаштың азаматтары бір жиын қылу үшін патшалық билікке 1 жыл бұрын хат жазып, рұқсат сұрап, 10 ай бұрын байлардан ақша жинап, әрең жасайтын. Ал қазір интернет дамыған керемет заманда, өз қолымыз, өз аузымызға жетіп тұрған, өз мемлекетіміз бар заманда игі істер жасап қалайық. Осындай нәрселерді айтайық. Білімді болайық, ғылымды болайық. Жаңа Сансызбай Қажы, Сансызбай Ұстаз керемет айтып кетті. Тек қана дін ғылымын қатар емес, дүние ғылымын меңгертейік. Білім кеш емес. Жаңа Әлихан Бөкейхан 24 жасында, Шәкәрім 70 жасында білім алып жататын болса, зіңгіттей жігіттер тұрсыздар, аяқ қолдарыңыз сапсау, Құдайдың берген құрмет. Сол аяқ қол, денсаулық бар кезде ілім алыңыздар, оқыңыздар, тоқыңыздар, қазаққа қайырлы қызмет қылыңыздар. Бұл ең үлкен сауапты, бақытты іс. Қазір мүфтияттың бір керемет бастамасы шықты. Алаш қайраткерлерінің атына мешіттер беріліп жатыр. Шәкәрімнің атында, Әлиханның атында. Бұл қуанатын нәрсе. Осы қажылық компаниясымен барып жатқан қажыларымыз тек қана өз аттарынан емес, марқұм шахид кеткен ұлт жолында ұрпақсыз қалған Әлиханның, Ахметтің, Міржақыптың аттарынан қажылық жасалып жатыр. Қуанатын нәрсе жігіттер бұндай. Олар заман мамыражай болса қажылыққа сөзсіз баратын еді. Менің жақында Алаш сөз деген кітабым шықты. Соның ішінде Алаш және дін деген үлкен тарау бар. Соның ішінде осының бәрін жазып өттім. Кітап оқыңыздар, Алаш тарихын біліңіздер. Алаш тарихын білсеңіздер, қазақ хандығының тарихын білесіздер. Оның ар жағында тұрған біздің анау Фараби, Яссауи бастаған ғұламаларды білесіздер. Оның ар жағына тереңдесеңіздер, пайғамбарымыздың заманына жетесіздер. Міне. Сондықтан Алаш сол заманға жеткізетін кілт. Алаш деген сіз бен біздің ортамыздағы 100 жыл бұрынғы тарих. Біз сияқты киінген, біз сияқты мықты болған. Қазір заманауи тілде краш деп жүрсіздер ғой. Сол краштың көкесі Әлихан Ахметтер. Қандай киінді? Заманына қарай амалы болды, заманына қарай білімі болды. Сондай тұлғалардың қатарынан болайық. Ол тұлғалар пайғамбарларымыздың, сахабаларымыздың жолынан жүрген ғалымдар болатын. Білесіздер, хадисте бар. Жәннатта пайғамбарлардың, сахабалардың көршісі болатын ғалымдар еді. Жәннатқа жеткізетін жалғыз жол ілімнің жолы. Сол ілімнің жолында жүре берейік. Азанымыздың дауысы сөнбесін, байрақ ешқашан еңкеймесін. Сондай күндерді жетейік. Алла разы болсын. Алла разы болсын, елдос бауырым.